4 bölümnün 4 оқылымы. Bir сұр жылан мойнына орала кететіндей түршігіп қалтырай бастады. Өткенде жігітіңнің атын айтпай қырсығып едің. Бәрібір естіп біліп алдым. Көгадай жігіттерің көз білмей, ағадай жігіттердің етегінен ұстаған екенсің, ә? Қанша айтқанмен арғы беттен келген аттарың бар. Балық үндес бақа тілдессіңдер. Көрем, қалыңдығына қоралап қой, үйірлеп жыл қайдатқанын деді. Бұл жігітті Мәриям иттің етінен де жек көретін, тіпті жек көріп көне қалмастан қатты қорқатын. Пәтиқа екеуі оңаша отырған кездерде талай рет сайтандай сап етіп жетіп келген. Мүмкін сырттарынан үнемі аңдып жүретін де шығар. Жөн жошықты білгенді қойғанда, сөзді де түйеден түскендей дөрекі сөйлейтін парықсыз далбасалау жігіт еді. Кездесе қалды болды, бас аяғы жоқ Мәриямның сұлулығын мақтап, сілекейін шұбыртатын. Одан қала берсе 4 түлік малының санына дейін айтып, байлығына мастанып жер суға сыймай кететін. Bir күні Мәриям өз үйінде иленген терінің қыру жұмысымен болып отырғанда, ол сып етіп кіріп келген. Ойында түк жоқ Мәриям оның сәлемін алып төрге шығып отыр деп ілтипат еткен. Бірақ ол төрге шықпай екі езуі екі құлағына жетіп сойған қасқырдай ыржақтап, қалпағын қолына алып, не қыларын білмей тұрып қалды. Екі көзімен Мәриямды ішіп жеп әкетіп барады. Мәриям оның көз қарасынан біртүрлі арам ниетін сезіп тіксініп қалды. Есігін ішінен іліп отырмаған бейғамдығына өкіне бастады. Әсқап есіне еркелеген итше басын қылжақтатып: «Ей, сұлу қыз, не істеп отырсың? Андағы илеген теріні қыруды мен де білемін. Әкел, қырып берейін бе?» деп Мәриямның қолындағы елтірінің бір пұшпағынан ұстай алды. «Қой, ойбай, болды» дегенден басқа Мәриямның аузына сөз түспей қалды да, есікке ұмсына беріп еді, анау есікті арқасымен басып тұра қалды. «Үйбай-ау, бұл қайткенің, тұр бұлай» деп Мәриям қабағын шытты. «Ей, сұлу қыз, мен саған қашықпын, маған тисең арманың жоқ. Мынадай жаман үйде емес, үлкен ақбоз үйде тұрасың. Жегенің қазы қартат жал-жая, ішкенің қымыз қымыран болады. Жорға жүйрік мініп астойға барасың. Қысқасы не ішіп, не жеймін, не киемін десең, бәрі бар. Менің әкемнің байлығы қалай шашсаң да жетіп асады» деп ойына келгенін оттай бастады. Ашуы басына лық етіп жетіп келген Мәриям теріні сілкіп қалып еді, ол мықты ұстап тұр екен, жұлынбады. Қайта ол теріні Мәриямның өзінен жұлып алып, босағаға қарай лақтыра салып: «Таста былай. Бұл жаман елтіріні неменеңе жаратпақшы едің? Тері терсек іздесең біздікіне бар. Күнде бір мал соямыз. Бекер ит жеп жатыр» деді, Мәриямның ашуын онан арман келтіріп. «Маған сенің еш нәрсеңнің керегі жоқ. Тері терсегің түгіл, мал жаныңның да менің қай күніме керек» деді. «Менің малым саған керек емес болса, сен маған керексің. Қайсемде сен қызды оң босағама қондырамын. Ағаңа қатын керек болса, төреден де қарадан да маңдайына шертіп отырып тауып беруге болады. Қалыңына да алаңдап қайғырма, 47-ні 40 қайматап беруге бармын» деп кеудесін қақты. Мәриям оған шындығын айтып құтылғысы келді де: «Менің тағдырымды сен шеше алмайсың. Өз білгеніңше өңгөріп кете беретін мен сенің жетім лағың емеспін. Менің өз ұнатқан жігітім бар. Саған тіпті өлтірем десең де бармаймын. Ағама қатын алып беріп қарық қылатын кісі сен емессің. Өз жөніңді жөндеп ал» деді. Әсқап көзін ойнақшытып аз ойланып алды да: «Ұнатқан жігітің бар ма еді? Кіме ол? Төреме, қарама, байма, кедей ме? Атын айтшы маған» деп қадалды. «Атын неге айтады екемін? Төреге барамын ба, қараға барамын ба, байға барамын ба, кедейге барамын ба, кімді ұнатсам соған барамын. Енді мені төңіректей берме» деді. «Кіме ол? Қайсы жігіт? Кім?
атын айтшы, атын, деп тақауырлап қоятын емес. Кім екенінде нең бар? Айтпаймын деген соң айтпаймын, тұр былай алдымды тоспай деп, Мәриям есіктің тұтқасына қолын апара беріп еді, ана оның білегінен шап беріп ұстай алды. Қолы сондай қарулы екен, бүркіттей шеңбектеп бүріп барады. Қатты ауырсынған Мәриямның денесі майысып, жүзі күп-күрең болып кетті. Айтасың ба? Қолымды қоя бер, ойбай, ауырып кетті. Айтсаң қоя беремін. Айтпаймын. Айтпайсың ба? Деп Әсқап онан ары қыса түсті. Қыздың құлында құлыны шығып бұратыла берді. Осы кезде аулақта жатқан Ақкүшік шәбіреңдеді. Ақкүшікті Мәриям асырағалы айдан астам уақыт болған. Кейде құлазығанда үйде жалғыз отырып, көбінде соны еркелетіп ермек ететін. Оның тез жетіліп, өзіне мықты қорғаушы болуын күтіп жүрген. Әзір ғой тым кішкене, бірақ сезгірде сақ құлақ ешшіл итаты бар ғой. Ненің тақырын сезе қойды кім білсін. Жақ жаппай шәбіреңдеп тұр. Елден ағам келді, деп Мәриям қатты жұлқынды. Әсқап оның білегін жібере салып, есіктің саңылауынан сыртқа сығалап алып, өтірік айтпа, ағаң емес, басқа біреулер екен, аулақтап кетіп барады, деп қайта бұрылды. Есікті сонда да ашатын түрі жоқ. Мәриямның ашуы келгені соншалық. Шық үйден, ендігі жоламай жүр бұл маңайға, деп көзі жасаурап шаңқ етті. Әй, сен сұлу қыз, үйтіп шайпауланба. Одан да ұнатқан жігітіңнің атын айт. Әйтпесе шықпайсың, шығармаймын сені, деп есіктің онан сайын баса түсті. Не деген тәрбиесіз кеткен адам едің? Бүйтіп мені басына алмайсың, мен де сені басындыра алмаймын. Ұяттан садаға кеткір-ау, шаңыраққа қарасаңшы, бұл менің өз үйім. Сенде есір соқтардың баса көктеп кіруіне жол бере алмаймын. Шық, жоғал көзімнен. Шық дегенде итті шығады. Деп отбасында жатқан көсеуді қолына ала бергенде, анау атылып келіп Мәриямды ту сыртынан құшақтай алды. Қой, жә, ашуыңды бас, ару қыз, деп өзінше даусын жұмсарта қалды. Алла, енді қайтейін, деп жанталаса бұлқынған Мәриям жылап жіберді. Ақкүшік тағы шәбіреңдеді. Сәті болғанда есік шарқ кетіп ашылып, Зылиқа кіріп келді. Адуын өжет қызды көргенде Әсқап қорыққаннан Мәриямды босата салды. Өй құдайдан безгі бессіз, тарт тізгініңді, тападай тал түсті бұл қай басынғаның, деп шапалақпен бетіне тартып жіберді. Сонда да ыржалақтап, ештеңені сездірмеген кісімсіген Әсқап, сіз қайдан келе қалдыңыз әпке? Қалжыңдап едім, мына қыз қалжың көтермейді екен. Мінезі мұндай шапшаң боларын қайдан білейін? Көсеумен көз түйткелі жатпай ма? Біздей төрттілігі сай жігітке қолы жесте тиер, қаңғырып келген қараша екен ойында жоқ. Маған кетеше кет деп шаптығады ғой, деп сырғақтай берді. Болды, Әсқап, осы сыйыңмен шығып кет. Еркек басыңмен қаршадай қызбен төбелескенше ұялсаңшы. Ұят намыстан жүрдай дөрекі сол. Қайдағы қаршадай қыз? 15-16-дан асып кеткен қыз қаршадай болам екен? Әсқап, тілімді ал енді. Мәриям қаршадай болмаса да қанышадай сыйлы салауатты қыз. Даңғойлыққа басып қабағына қаяу салушы болма. Сұрап алар есі жоқ деп басынғаның ба? Есі мына біз боламыз. Шығып кет енді, мыжыңдап миды жемей, деп Зылиқа оны кеудесінен итеріп шығарып жіберген. Сол әумесір Әсқап міне шырыштай топтың ішінде Мәриямның сырын шашып, тағы көкей бастады. Мәриям оның сөзін елеп ескерген жоқ. Жалма-жан Пәтиқаның қасына жетіп барды. Кел, Мәриям, сен қайда кете қалғансың? Деді. Бармын, әнеу шетте бейғам тұрсам, артымнан біреу түрткендей болды. Сөйсем Әсқап екен, шошып кеттім.
Ой, ол көк алағырт қалсын ба бұндай топтан. Не әудеп ән айтқанды, не бір күйдің басын қайырып шерткенді білмейді. Сөйте тұрып қызғырындағыш, тағы тыныш жүрмей елді сөз етіп, біреуді біреуге жанып өсек айтқыш. Неғұрлым одан көш құлаш аулақ жүр. Тіпті маңыңа жолатушы болма, сақ жүр тегінде, деді Пәтика. Бұл сөзді Зылиқа да естіп тұрған болатын. Ессіз есорсоқ деген сол, ұятардан 3 күн бұрын туған кім деп сұрасаң, Әсқап деп жауап берер едім. Бүгін ит қосып қуып жіберсең, ертең ентелеп түкірігін шашыратып қайта жетеді. Көзіне өңі дүзу қыз көріне қалса болды, айтатыны сол баяғы байлығы. Тап біреу соның малына сатылғалы жатқандай. Алдыда менен шапалақ жеп, көрместей болып кеткенін өз көзіңмен көріп едің ғой, Мәриям. Қорықпа, енді мылжыңдаса аямаймын, деді. Бұл күнгі бұл салықты думанға бөлеген жастардың ішінде майлыдан келген керейлік 2 жігіт көзге көп түсе берді. Палуан денелі қызыл сары жігітті Жәнтекейден шыққан ақын жырау аты Ыбырай деп таныстырды Ақтан. Оның қасындағы жіңішкелтім аққұбаша қысық көз жігіт қоңыр дауысты әншілігімен қоса күйді де шебер орындайтын өнерлі жігіт екен. Аты Үрістем, ол да Жәнтекей руынан болып шықты. Төре ауылының жігіттері оларды сыйлы қонақ ретінде қошаметтеп, ән күй кезегін көбірек беріп, қолдап қуаттап жатыр. Пәтика Зылиқаларға қосылып ән шырқауды Мәриямді жақсы ұнатып, жаттығып қалған. Өзінің бұрыннан білетін бірер әндерін оларға да үйреткен. Ол Ақтанның қайта-қайта ұсыныс етуіменен Үрістеммен Алтыбақанға шықты. Олар әткеншекке отырар-отырмастан жастар ду қол шапалақтап көтермелеп әкетті. Ой, бәрекелді, міне Алтыбақанға аспандағы аймен шолпан орнағанда жарқырап жараса кетті. Керейдің келіскен азаматы ауылдың керімсұлу қызынан кемдейсің бе? Сал өнеріңді ортаға. Дескен топ дуылдасып кетті. Үрістем ең әуелі құр ойнақ күйін орындағанда, Алтыбақан сауығындағы қыз бозбалалар да ырғалып-жырғалып сол ойнақтағы құр құстарына ұқсап та кетті. Күйін ақырластырған ол Мәриямға бұрылып, ал ару қыз, ендігі кезек сізден, деді. Алтын сауды қағылескер күйші екенсіз, мен сізге астар бола алмай қалады екемін. Енді әніңізді тыңдасақ деп қол қалады Мәриям. Қылбабына келген бәйгатындай елеуреп қызып алған Үрістем қыз лебізін жерде қалтырған жоқ, шырқатып қоя берді. Айналайын ару қыз айдан әппақ, сендей жарды ер жігіт қайдан таппақ, деді Маяу. Көрген адам қасыңнан кете алмайды, мұз үстінде жүргендей тайғанақтап, деді Маяу. Алмағаштың бүріндей ау, текеметтің төріндей ау, өтіп дәурен бара жатыр сізбен бізге білінбей ау. Айналайын ару қыз, келдің қайдан, аққу құстай көлдегі қанат жайған. Мекеніңмен затыңды айтып қойшы, жат болмағы адамның осындайдан. Алтыбақан жібін баяу ырғасып тұрған қыз жігіттер әннің қайырмасына келгенде өздері де қосыла шырқасып думанды онан сайын қыздыра түсті. Енді Мәриямға кезек келгенде ол қайсы әнді айтарын білмей азыркылып қалып еді. Жібер, Мәрияш, даусым жетпей қалады деп қорықпа, қосылып шырқаймыз, қайсы әніңмен бастамақшы едің, деп Зылиқа бастатқан қыздар дем беріп жатты. Пәтика домбыраның құлақ күйін теңшеп Мәриямға ұстатты. Тамағын болмашы кенеп алған ол. Мінгенім астымдағы төл қарагер, шайнайды ауыздығын сол қарагер. Барында оралыңның ойнада гүл, жалмайды бәрімізді сұм қара жер. Ахау гүлдар айым, күнмен айым, дәригай, арманым көп, не қылайын күлдәригай. Басында биік таудың балалы құр,
балан арқар, аққан суық дәрия боп көлге сарқар. Айрылған ата жұрттан мен бір ғаріп, қайғы шер жүрегімнен қашан тарқар гүл дәрғай. Тағы да ду қол жапалақ, тағы да қол пашта үндер, қазақтың күйлі мұңлы қара өлеңінде махаббат сағыныш, арман өкініш, шаттық қуаныш, ақыл жұбаныш, көркем табиғат, көшпелі тұрмыс бәрі қағыс қалмай қамтылып кететіндіктен, кім шырқаса да соның тағдырымен ұштаса кететін шумақтар баршылық. Одан телегей теңіз тарихтың шежіресін сабақтап шығарып алуға болады. Алтыбақанға тербелген Рүстем мен Мәриямның кезекпе-кезек шырқаған әндері халық әні болса да, өзара танысу, сырласу, мұңласу, түсінісу, тіпті достасу, қоштасуға дейін айтылып, әжептәуір бір майдан айтысқа ұқсап кетті. Жайлау мезгілінің соңғы күндеріндегі сірге жияр ең көңілді, ең есте қаларлық Алтыбақан ойыны осы болған еді. Майлының күнгөй етегі адыр бұйратты болып келіп, онан ары оңтүстікке созыла бере жота-жон асқар тау шатаң шатқалдарға тұтасып жатады. Майлының қос аршалысы, қос керғадасы, қатарлы сай саласынан сарқырап аққан бұлақтар, батыстан шығысқа қарай ағып жатқан Нарынсу өзенін қалыптастырады. Нарынсудың төбеңгі алабын төре ауылдары көктеу күзеу етіп бірер ай отыратын. Бірқанша жылдың алдында Мамырбек Үкіртай үлкен жамбыл соқтырған. Содан бері бұл алқапты үлкен жақтан жамбыл деп атасып кеткен. Жамбыл Майлымен Жәйір тауын жалғастыратын үлкен кенері жолдың бойына тұрғызылған, алып қорғанды асты-үсті тақтайланған неше бөлмелі үйлерден тұратын кең тынысты аула. Кезінде Мамырбек төре Үкіртайлықты ұлы Тұрысбекке беріп, өзі аға сұлтандыққа көтерілген тұста Тарғыбатайды билеп, аюдай ақырған Мәтен әмбе Тұрысбекке, әкең Мамырбекке мыңғырған қалың ақ жылқы бітіпті. Содан 500 жылқысы менің алдыма салсын. Біз бірлесіп сауда істестігін жасайық. Оған көнбесе маған сатып берсін. Осыны айтып әкеңе көндір дейді. Оның аш көз арамзалығын түсінген Тұрысбек қалал малын саудаға салғысы келмейді. Әрі әкесі де ақ малымды кәпірмен бірігіп саудаға салғанша Құдай жолына шашып, мұсылмандық парызымды өтеп қажыға барсам әбзал болмай ма дейді. Содан барып, бұлардың арасында енжарлық туылады да, Мәтен Тұрысбекті қырын алып, Үкіртайлықтан қалдырған деседі. Бірақ Мәтен менен Тұрысбектің аралығындағы қайшылық болғаны емес еді. Одан бұрынғы жылдарда Мамырбек пен Мәтен аралығында достық қарым-қатынас болыпты. Мәтен өз әулеті қалдайларды жақтап, Төртуылдың Үкіртайы Темежанмен болған жер дауын желеп етіп, Темежанның көзін құрту жолында Іле Жаңжүңіне қаратып жазған арыз шағымға куәгер ретінде өз қармағындағы Үкіртайларға қол қойғызады. Сонда бірінші болып Мамырбек қолын қойып, Темежанның өлімге үкім етіліп, дарға асылып кетуіне себепші болған екен деседі. Мәтен жауыз қоймай жүріп Темежанды жұтқаннан соң, Темежанның кіші тоқалы Ырысқанды алу ниетінде болған. Тұрысбек Темежан тірі кезінде онымен достық байланыста болып, келіп кетіп, араласып жүреді екен. Темежан өлгеннен кейін Тұрысбек Ырысқан төре қызы болғандықтан, қараға бермей отауымен көшіріп әкетеді.
Осыдан барып Мәтен мен Тұрысбек арасындағы қайшылық ушыға түскен. Әрі майлы жайыр еліндегі еті тірі көбел сынды азулы азаматтар Мамырбекке қарсы өшпенділік байлаған. Ал Темежанды жұтып араны онан ары ашылған Мәтен сынықтан сылтау тауып Тұрысбекті қырына алғаннан кейін Жамбылды бекер салғызған жоқсыңдар, әскер ұстап бөлшектену ойларың бар деген қысас жасап, қарулы шеріктерін жіберіп, Жамбылды қоршап алып, Мамырбекті бір мезгіл мырзағамаққа алады. Жалғасы келер оқылымда.